Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Біз бүгін химиялық тепе-теңдік тақырыбы бойынша практикалық сабақ өткіземіз. Сабақты бастамас бұрын біз өткен химиялық тепе-теңдік тақырыбы бойынша білімімізді пысықтап еске түсірейік. Химиялық тепе-теңдік ұғымын қалай түсінеміз? Қайтымды реакциялар үшін тура және кері реакциялары жылдамдықтарының теңескен күйі химиялық тепе-теңдік деп аталады. Химиялық тепе-теңдіктің ығысуына қандай жағдайлардың өзгеруі әсер етеді? Концентрация, температура және қысымның өзгеруі әсер етеді. Осыған байланысты Ле Шателе Браун принципі қалай тұжырымдалады? Химиялық тепе-теңдікте тұрған жүйе күйіне сыртқы факторлардың біреуімен қысым, температура, концентрацияның біреуімен әсер етсек, тепе-теңдік сол факторды әлсірету бағытына қарай ығысады. Енді Ле Шателе Браун принципінің маңызды ережелерін пысықтап кетейік. Бірінші, концентрация әсері бойынша. Реагенттердің біреуінің концентрациясын арттырғанда химиялық тепе-теңдік тура бағытқа, өнімдердің біреуінің концентрациясын арттырғанда химиялық тепе-теңдік кері бағытқа, реагенттердің біреуінің концентрациясын төмендеткенде тепе-теңдік кері бағытқа, өнімдердің біреуінің концентрациясын төмендеткенде тепе-теңдік тура бағытқа қарай ығысады. Екінші, температураның әсері бойынша. Температураны жоғарылатқанда химиялық тепе-теңдік эндотермиялық, яғни жылу сіңіру бағытына қарай ығысады. Температураны төмендеткенде химиялық тепе-теңдік экзотермиялық, яғни жылу бөлу бағытына қарай ығысады. Үшінші, қысымның әсері бойынша. Қысымды арттырғанда тепе-теңдік көлемі аз бағытқа қарай ығысады. Қысымды төмендеткенде тепе-теңдік көлемі көп бағытқа қарай ығысады. Ал жүйенің көлемі тең болса, қысым тепе-теңдіктің ығысуына әсер етпейді. Сонымен Ле Шателе Браун принципінің мәні химиялық тепе-теңдіктегі жүйеге белгілі бір жағдайлар әсер еткенде тепе-теңдік өзінің күйін сақтауға ұмтылады екен. Мысалы, адамның тепе-теңдік сақтау жүйесі бар. Мысалы, мен жүріп келе жатып сүрініп кетсем, қайтадан тепе-теңдігімді сақтауға тырысамын. Дәл осы сияқты химиялық тепе-теңдік те өзінің күйін сақтауға ұмтылады. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы химиялық тепе-теңдіктің ығысуы. Біз бүгінгі жұмысымызды калий тиоцианаты немесе калий радониді деп атаймыз, және темір 3 валентті хлориді концентрациясының өзгеруі бойынша қарастырамыз. Сабақтың мақсаты: бірінші, тәжірибе жүзінде концентрация өзгерісінің химиялық тепе-теңдікке әсерін зерттеу. Екіншіден, химиялық тепе-теңдікке
концентрация өзгерісінің әсерін болжау. Бағалау критерийлері. Ле Шателе Браун принципін қолдана отырып, тепе-теңдік ығысуын болжаймыз. Жағдайларды өзгерту арқылы тепе-теңдікке әсер еткендігін анықтаймыз. Концентрацияның химиялық тепе-теңдікке әсерін түсіндіреміз. Практикалық жұмысқа қажетті реактивтер. Темір 3 валентті хлоридінің және калий радонидінің 0,1 молярлық және концентрлі ерітінділері. Кристалды 10 грамм калий хлориді. Химиялық ыдыстар мен зертханалық құрал-жабдықтар. Әртүрлі көлемдегі стақандар, өлшегіш цилиндрлер, шыны таяқша және қасық. Бүгінгі жұмысымыздың барысы. 200 мл химиялық стақанға бірдей көлемде 0,1 молярлық темір 3 валентті хлоридінің және калий радониді ерітінділерін құямыз. Не байқадық? Реакция теңдеулерін жазыңыздар. Алынған ерітіндіні 4 химиялық стақанға бірдей бөліп құямыз. Енді бірінші стақанға концентрлі темір 3 валентті хлориді ерітіндісін қосайық. Не байқадық? Ерітіндінің түсіне назар аударыңдар. Енді екінші стақанға концентрлі калий радониді ерітіндісін қосайық. Балалар, не байқадық? Ерітіндінің түсіне тағы назар аударайық. Енді үшінші стақанға кристалды калий хлориді тұзын қосамыз да шыны таяқшамен араластырамыз. Не байқадық? Стақандағы ерітіндінің түсінің өзгеруіне назар аударыңдар. Енді жұмыс нәтижелерін мына берілген кестеге толтырыңыздар және осы кестенің астына Ле Шателе Браун принципі тұрғысынан жалпы қорытынды шығарыңыздар.
Сонымен білім алушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Барлығыңызға рахмет, сәттілік тілеймін. Сау тұрыңыздар.